Баршаңызға сәлем. Бүгін үй жағдайында осындай әдемі песочный печенье жасайтын боламыз. Өте жұмсақ, столдарыңызға сондай әсемдік береді. Жаңа жылға дайындасаңыздар болады. Өте жасалу жолы оңай. Ең алдымен бізге ұнымыз, сахарный пудрамыз, майымыз, разрыхитель, какао и бір жұмыртқамыз керек. Майымыз комнатный температурада болу керек, қыздар. Майымыздың үстіне сахарный пудрамызды, жұмыртқамызды салып, әбден жақсылап араластырамыз. Сұйық майымызды құямыз, қыздар, сұйық май тоже құямыз. Барлығын жақсылап араластыратын боламыз. Үстіне какаоымызды сеуеміз. Какаоымызды сеуіп болғаннан кейін араластырамыз тоже. Какаоымызды араластырып болғаннан кейін ұнымызды қосып араластыратын боламыз. Ұнымызды бөліп көз мөлшерге қарай қыздар салатын боламыз. Осылай қолмен жаймен қосып ұнымызды әбден сіңдіретін боламыз. Тестамыз өте жұмсақ болып шығады. Қыздар, міне дайын болған түрі осындай үгітіліп тұру керек, әдемі болып шығады. Салафанға салып холодильникке 20 минутқа қойып қоямыз. Форманы әртүрлі жасасаңыздар болады. Мен осындай шашқаға новогодқа әдемілеп жасадым. Қыздар, 180 градуста 15 минутқа қойып аламыз. Міне дайын болды. Ұнады деген сенімдемін. Баршаларыңызға рахмет. Каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар.